Құрметті Шартарап Шарайна газетінің қызметкерлері ұжымы. Сіздерді журналистер күнімен құттықтаймын. Шабыттарың шарықтай берсін. Шарайна Шартарап 5 жасында жазған өлеңім еді. Мұның да осы өсіп жетілгеніне қуанып отырмын. Ақ жол сондағы өлеңімді оқып берейін. Шартарап Шарайнаға құттықтау. Беске келді жас талап, қоғам жүгін арқалап, қиын кезде қаз тұрдың, таратып елге ақпарат, қабырғаң міне қатайды, қыдырдар бақ қарап, хабардар болып өсе бер, шағалалы Шартарап. Жемқорларды түйрегін, қамырдай созып идегін, төрдегі басын жемқордың, төмен қарай сүйрегін. Бармақ басты қуларға бұрып жүрмесін бүйрегін, ниеті бұзық сұмдарды қабырғасы күйресін. Адалсың әркез дініңе, қамқорсың ана тіліңе, танымдық сөздер алуға күтеміз сені күніге. 5 жастағы балапан, қамқормыз сенің үніңе, назарыңда өткені базарлы төрткүл дүние. Сканборд пен кроссворд нөмір сайын берілген, ақындардың жырлары өте әдемі терілген. Әдет құрып салт дәстүр, өлең сөздері өрілген, достық әзір тартымды бетіңнен жиі көрінген. Жұмыстан кейде шаршасам, өткен бір шақты аңсасам, балалық шақты еске алып, ауылға көптен бармасам, демалғым келіп бір сәтте ойменен көкті шарласам, құмарым қанбас Шарайна, қолыма сені алмасам. Жағаға ұрып толқындар, көңілде түрлі толқу бар, теңізде бірге шомылған, қайда екен аққу сол қыздар. Шарайна жастар газеті, аймаққа таныс болдыңдар, қайда екен күндер оралмас, махаббат қызығы мол жылдар. Құтты болсын Шарайна, 5 жасқа міне толғаның, беліңді буып тас түйін, берен атқа қонғаның. Ақылмен жүріп анық бас, енді азамат болғаның. Жүрісі жайлы баршаға желсін берсін жорғаның. Аман болсын әрқашан оқырман қауым қорғаның. Мынау өлеңді оқыған, оны жазған өздеріңізге белгілі журналист, қаламгер, ардагер аталарың Қанайұлы Тұрғанбек.